Қыстың қатаң суығы кетіп, күн жылына басталысымен ауруханаларда кене шағуы жиі кездесетін проблема. Бұл шағулар түрлі аурулардың, соның ішінде Конго қырым-қанды қызбасы сияқты қауіпті инфекцияның таралуына себеп болуы мүмкін. Қатерлі маусымдық аурудан сақтану шараларымен санитарлық эпидемиологиялық басқарма маманы таныстырды. Конго қырым геморрагиялық қызбасы бұл маусымдық ағыммен ерекшеленетін табиғи ошақтық ауру. Аурудың өршуі мамырдан тамызға дейінгі кезеңде тіркеліп, 80% жағдайда диагноз 20 жастан 60 жасқа дейінгі адамдарда расталады. Мақтаарал ауданы бойынша 2024 жылы кене шағу жағдайымен 115 адам медициналық көмекке жүгініп, 5 тұрғыннан Конго қырым қанды қызбасы анықталған. Мақтаарал ауданы бойынша осы ауыл шаруашылық жаңағы жануарлар, үй жануарларымен айналысатын болғандықтан осы Конго қырым қанды қызбасы өте қауіпті болып табылады. Яғни осы ерте көктемде осы егістік алқаптарға, егін жұмыстарына немесе мал бағу, жаңағы қой қырқымы сияқты жұмыстарға барған кезде сақтық шараларын міндетті түрде сақтануымыз қажет. Осы сақтық шараларын сақтану арқылы Конго қырым қанды қызбасының ауруын алдын алуға болады. Осы сізді қандай да бір жағдайда осы кене шақса, өзіңіздің жергілікті емханаңызға барып міндетті түрде қаралып 14 күндік медициналық бақылауға алынады. Ол 2024 жылы Конго қырым қанды қызбасы ауруына күдікті деп тіркелген ошақтарда індеттің алдын алу мақсатында ұлттық сараптама орталығы Мақтаарал аудандық филиалы тарапынан қорытынды залалсыздандыру жұмыстары 1014 шаршы метрге жүргізілген. Сондай-ақ Мақтаарал аудандық ветеринарлық қызметі тарапынан қора-жайларға және жапсарлас 370 шаршы метр аймақтарына және үй жануарларына толықтай кенеге қарсы залалсыздандыру жұмыстары жүргізілген. Ауданда 2024 жылдың 12 ай көлемінде зоологиялық, паразитологиялық топпен 69 елді мекенде кенелердің эпидемиологиялық және эпизоотиялық белсенділігін бақылау мақсатына барлау жұмыстары жүргізіліп, 2025 жылға қолайсыз елді мекендер тізіміне 14 елді мекен енгізілген. Мадина Нұрланқызы, Біржан Нұрланұлы, Жеңіс Сыдықов, ақпарат Мақтаарал ауданынан.